Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі should модалды етістігінің сөйлемде атқаратын басқа да түрлі қызметтері жайлы сөйлесетін боламыз. Should модалды етістігінің сөйлемдегі бірінші қызметі advice немесе good idea, яғни біреуге ақыл кеңес берген кезде былай істегенде жақсырақ болар еді деген сияқты нәрселерді айтқан кезде біз аталған should модалды етістігін қолданамыз. Мысалға, you should give up smoking. Саған темекі шегуді тастаған, темекіні тастаған дұрыс болады. Біз біреуге ақыл кеңес беріп тұрмыз. Екінші қызметі manner, яғни манера, адамның өзін өзі ұстауына, әдепке қатысты нәрселерді айтқан кезде біз should модалды етістігін қолданамыз. Мысалға, you should cover your mouth when you sneeze. Сен есінеген кезде аузыңды қолмен жапқан дұрыс болады. Достар, жалпы алғанда осындай. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да модалды етістіктердің қызметтері жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Ендеше